Осы сабақтан бастап біз импульстің сақталу заңына арналған әртүрлі есептерді қарастырамыз. Ең алдымен номері 47-ші есептен бастайық. Массалары 7 кг және 3 кг, ал жылдамдықтары сәйкесінше 3 метр секунд және 2 метр секунд екі дене бір-біріне қарсы қозғалып, серпімсіз соқтығысады. Соққыдан кейінгі денелердің жалпы жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Ой x ойсы 10-ға бағытталған деп айтқан екен. Бірінші есептің берілген жазып алайық. Номері 47, массалары 7 кг және 3 кг екі дене берілген. Және олардың сәйкесінше жылдамдықтары, біріншісінің жылдамдығы демек 3 метр секунд, ал екіншісінің жылдамдығы 2 метр секундына болса, олар серпімсіз соқтығысады және соққыдан кейінгі олардың жалпы жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Соққыдан кейінгі жылдамдықты біз v' деген әріппен белгілейміз. Енді біз не істейміз? Екі дене бір-біріне қарама-қарсы қозғалып келе жатыр. X ойсы 10-ға деп бағытталып қойған. Демек, бірінші дене, мысалы ретінде мынау бір арбаша деп қарастырсақ болады. Кез келген дене ол шар болуы да мүмкін, арба болуы да мүмкін, кез келген зат болуы мүмкін. Бірақ пока арбаша деп қарастыра берейік. Мынау бізде M1 денеміз, мынау біздегі M2 дене. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы қозғалып келе жатып соғысып жатыр екен. Соқтығысқанға дейінгі суреті, қазір мен соқтығысқаннан кейінгі суретін сызамын. Екеуі соқтығысқаннан кейін бірге қозғалады. Енді бірінші дененің импульсін бір қарап алайық алдын ала. Массасы оның 7 кг, жылдамдығы оның 3 метр секунд. Демек оның импульсы 7-ні 3-ке көбейтсек 21-ге тең. Екінші дене бізде 3 кг, ол 2 дене жылдамдықпен келе жатыр. Оның импульсы 6-ға тең. Бірінші дененің импульсы көп, демек ол екеуі соқтығысқаннан кейін бірінші дененің қозғалыс бағытында қозғалады деп айтамыз. V' 10-ға қарай бағытталу керек. Енді импульсін сақталу заңының формуласын жазайық. Сонда массасы M1 дене V1 жылдамдықпен 10-ға қозғалып келе жатыр. Демек, X осінің бағытында қозғалып келе жатыр, алды плюс болады. Екінші дене бізде X осіне қарсы қозғалып келе жатыр. Бірінші денеге қарсы қозғалып келе жатыр. Демек, оның импульсінің алдына минус таңбасын қоямыз. Ал енді екеуі соқтығысқаннан кейін бірге қозғалады. Демек, M1 плюс M2 көбейту V' деп сразу серпімсіз соқтығыстың формуласын қоясақ болады екен. Енді осы жерден V' табамыз. V' тең болады M1 V1 азайтылған M2 V2. Так, M1 плюс M2 дейміз. Болды. V' тең болады M1 V1. 7 көбейтілген 3, азайтылған M2 3 көбейтілген 2, M1 плюс M2 7 плюс 3. Так, бөлімде 10 шығады. 21-ден 6-ны алып тастаймыз, 15 шығады. 15-ті 10-ға бөлеміз, 1,5 метр секунд шығады. Сонда екеуі соқтығысқаннан кейінгі бірге қозғалып келе жатқан жылдамдығы 1,5 метр секунд болады екен. Ары қарай келесі көшейік. Келесі есеп номері 45. V жылдамдықпен қозғалып келе жатқан шар жылдамдығы сондай қарама-қарсы қозғалып келе жатқан екінші шармен серпімсіз соқтығысады. Шарлардың массалары бірдей, шарлардың соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықтары қандай деп сұрап жатыр. Берілген жазып алайық. Номері 45. Бірінші шардың жылдамдығы V1, ол V-ға тең деп айтып қойған. Екінші соған қарама-қарсы дәл сондай жылдамдықпен екінші шар қозғалып келе жатыр. Екінші шардың да жылдамдығы V-ға тең деген сөз. Бірінші шар мен екінші шарлардың массалары бір-бірімен тең. M1 де M2 тең, екеуі де M бола салсын. Енді осы шарлардың соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықтары V' қандай деп сұрап жатыр. Енді бұл есепті бүйтейік, екі шар бір-біріне қарама-қарсы қозғалып, серпімсіз соқтығысқан. Бірінші шар сырғанап келе жатып, екінші шармен қарама-қарсы келіп соқтығысқан. Сол кезде екеуі бір-бірімен серпімсіз деген сөз тегесін бір-біріне жабысқаған деп ойлайық. Жабысқаған, екеуі бір-бірінен ажырамау керек. Сол соқтығысқаннан кейінгі олардың жалпы жылдамдықтары қандай деп сұрап жатыр. Енді бұл есеп шығару үшін не істейміз? Импульсін сақталу заңы бойынша M1 V1 минус M2 V2 дейміз. Екі шар бір-біріне қарама-қарсы, импульстар азайтылады. Тең дейміз дағыны M1 плюс M2 деген осы формулаға саламыз. Көбейту V'. Так, енді бүйтеміз. Осы жерден V' тең болады
m1 плюс m2 бөлімінде алымында m1 v1 минус m2 v2 дейміз. Сонда v штрих тең болады. m1 деген сол кәдімгі m, v1 v дей салайық, минус m2 де тура сол массаға тең, жылдамдық та v2 v-ға тең. Астында m қосылған m деп жаза береміз. Бөлімі 2m, алымында mv-дан mv-ны алып тастасақ 0 шығады. Сонда 0-ды 2m-ға бөлеміз, 0 шығады. Демек, екі шар бір-біріне қарама-қарсы серпіліс соқтығысқан кезде сочтер орында тұрып қалған деген сөз. Е ары, е бері жылжи алмай қалған. Сонда екі дене бір-біріне қарама-қарсы серпіліссіз соқтығысатын болса, екеуінің импульстары тең болып қалатын жағдай болса, денелер сол жерде тұрып қалады екен, қозғалмай. Так, болды. Осымен екінші есебіміз аяқталды. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 48. Үстелде массасы 600 грамм ағаш кесегі жатыр. Үстел бетіне параллель 500 метр секунд жылдамдықпен ұшып келе жатқан массасы 9 грамм оқ ағаш кесегіне тиіп, сонда тұрып қалды. Ағаш кесегінің қозғалыс жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Бір жіберген жазалайық. Номері 48. m1 тең болады 600 грамм. Ағаштың массасы 600 грамм. Және ол столдың бетіне тыныш жатқан, демек оның бастапқы жылдамдығы 0 деген сөз. Енді осыған 500 метр секунд жылдамдықпен массасы 9 грамм оқ ұшып келе жатыр. Сонда m2 бізде 9 граммға тең болады. Және сол ағашқа тиіп, соның ішінде қалып кеткен соқтығысты сонда серпімсіз деп қарастырамыз. Содан кейінгі ағаштың қозғалыс жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Сонда тыныш тұрған ағашқа оқ ұшып келіп тиген. Суретін сызалайық. Мысалы, мынау X ойса, мұнда бізде үлкен ағаш кесегі жатыр. Массасы m1. Осы ағаш кесегіне мұнда оқ ұшып келе жатыр. Мұнда оқ ұшып келе жатыр. Оқтың жылдамдығы бізде v2, массасы оның m2. Мұнау ағаш тыныш тұр. Бастапқы жылдамдығы 0. Тып-тыныш жатқан ағашқа оқ ұшып келіп, тиіп, ішінде қалып кеткен, тесіп өтпеген, ары қарай ішінде қалып қойған. Сол кезде оқ келіп тиген кезде бұл ағашты өзімен бірге ұшырып алып кетеді. Сонда екінші жағдай мына ағаш кесегі уже бізде былай қозғалып бара жатыр, оқ уже ішінде. Мына жерде жүріп өткен, уже оқ ішінде қалып кеткен. Міне тұр. Оқпен бірге ағаш бірге қозғалып келе жатыр. Осы екеуінің жылдамдығына v штрихті тап деп сұрап жатыр. Сонда бұл есепті қалай шығарамыз? Массасы m1 дене, былайша айтқанда v1 жылдамдықпен қозғалады, плюс m2 v2 десек болады, тең болады. Енді екеуі серпімсіз соқтығысқанның мысалы болып тұр. Ішінде қалып қойса, сонда v штрих, осы v штрих табу керек. Енді қараймыз, m1 массамыз 600 грамм, бірақ оның жылдамдығы 0. Сол үшін 600 граммды 0-ге көбейтсек, мына импульс 0-ге тең болып кетеді. Сол үшін бізде мына жақтың бәрі 0-ге тең болып кеткендіктен m2 v2 ғана қалады. Теңдеудің сол жағында ол тең болады m1 плюс m2 v штрихқа. Сонда қандай да бір дене тыныш тұрған болса, онда оның соқтығысқанға дейінгі импульсы 0-ге тең болады, оны жазбай қойсақ болады екен. Тек қана соған соғысуға келе жатқан дененің импульсын теңестіріп жібереміз, соқтығысқаннан кейінгі мына серпімсіз соқтығыстың формуласын теңестіріп жасаймыз. Осы жерден v штрих тең болады m2 v2 бөлінген m1 плюс m2 болып шыға салады. v штрих тең. Енді бүйтесіз сақ болады, негізінде массаларда си жүйесіне айналдырмай қой, өйткені мынау грамм, мына жақта да грамм, граммдар мен граммдар бәрі қысқарып кетсе де болады. На всякий случай, бірақ если шатасам, дұрыс шығармай қаламын десеңдер, міндетті түрде граммдарды килограммға айналдырып алсақ болады енді. Егер уже граммдар массаларда қысқаратын біліп тұрсақ, айналдырмай қойсақ та бола береді. Сонда m2 бізде 9 грамм, 9 көбейтілген v2 500, астында m1 бізде 600 қосылған 9. Сонда астында 609, үстінде 9-ды 5-ке көбейтсек 45, 0, 0. Так, сонда 4500-ді бөлеміз 609-ға. Жуықтап 7,39 деп алсақ болады. 3, 8, 9 кетіп бара жатыр. Метр
секунд деп алады екенбіз. Сонда біздің жауабымыз қазір жуықтап алғанда сонда 7,4 деп жуықтаған екен мына кітапта. Жуықтап 7,4 метр секундына деп айтамыз жауапты. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 49. 6 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 2 килограмм дене тыныш тұрған екінші денеге соқтығысады. Соқтығысқаннан кейін екі дене де бірдей 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалса, екінші дененің массасы неге тең деп сұрап жатыр. Енді бұл жерде екі дене соқтығысқаннан кейін екеуі де бірдей 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалды деген сөз. Бұл соқтығыс серпімсіз соқтығыс болып тұр деген сөз. Екеуі бірге қозғалып кеткен, екеуінде жылдамдықтары бірдей себебі. Енді бірінші берілген жазып алайық. Номері 49 не беріп қойған? Бірінші дененің жылдамдығы V1 6 метр секунд және оның массасы M1 2 килограмм дене. Тыныш тұрған екінші денеге соқтығысады. Екінші дененің массасын білмейміз, бірақ ол екінші дененің жылдамдығы 0-ге тең, өйткені ол тыныш тұр. Соқтығысқаннан кейінгі екеуінің де жылдамдықтары 2 метр секунд болған. V1 штрихта, V2 штрихта, жалпы V штрихқа тең деп айтсалар, сразу серпімсіз соқтығыс екенін біз түсінуіміз керек. Енді осы жерден біз екінші дененің массасын табамыз. Сонымен соқтығыс серпімсіз, екеуінің жылдамдықтары бірдей. Енді бүйтейік, серпімсіз соқтығыста былай болып тұр. Сонда бірінші дене қозғалып келе жатыр. Арбашамен мысал келтіре берейін. Бірінші дене тыныш. Бірінші дене келе жатыр, мынау екінші дене тыныш тұр. X ойсы. Мынау бізде M2, мынау бізде M1 денеміз. Мына арба келіп, мына арбаны соғып жатыр. Бірінші арбамыз екінші арбаны келіп соғып жатыр. Мынау тыныш тұрған, бұның жылдамдығы 0. Демек, импульс тек қана мына бірінші арбада бар, екінші арбаның импульсы 0-ге тең. Енді соқтығысқаннан кейін екеуі де бірге екімен қозғалады. Егер екеуі екі түрлі жылдамдықпен қозғалса, екеуі бір-бірінен ажырап кететін еді. Біріншісі екіншісінен озып кете алмайды, өйткені соқтығысып екеуі бірге қозғалып бара жатыр. Сол үшін екеуінің де общий жылдамдықтары мына V штрих болады деп қарастырамыз. Мынау M1, мынау сол M2. Формуласы M1 V1 плюс M2 V2 болу керек, не болмаса минус, бірақ қарасақ бізде V2 0-ге тең. Сонда M2 көбейтілген 0, бізде импульс бәрі 0-ге тең. Сол үшін қосамыз ба, аламыз ба, бәрі жазудың қажеті жоқ. Тең. Енді екеуі бірге қозғалғасын, серпімсіз соқтығыстың ары қарай формуласын жалғастырып жібереміз. Осы жерден бізге мына екінші дененің массасы керек. Не істейміз? Егер есеп шығарғанда V штрихті ары қарай жібереміз, сосын M1-ді ары қарай өткіземіз деп отпайық. Давайте бүйтейік. Қалай тұр? Мысалы, көп оқушылар кейде түрлендіруге қиналуы мүмкін формуланы. Егер түрлендіруге қиналсақ, просто сандардың бәрін орнына қойып шығарсақ болады. M1 бізде қанша? 2 килограмм көбейтілген V1 бізде 6-ға тең. M1 2 қосу M2 просто M2 деп жасақ болады. Кейбіреулер оны X деп кете беретіндер бар. V штрих бізде 2-ге тең болды. Енді біз осы простой теңдеуді шешуіміз керек. 2 көбейту 6 12, бірақ мына жақта бізде 2 бар, теңдеудің екі жағында 2-ні қысқартып жесек болады. Сразу өйткені 2 ар жаққа өткенде бөлу өтеді, сол кезде 2 мен 2 бәрі қысқарады, сонда 6 тең болады. Мына жақшаға 2 қосылған M2. Сонда 2 мен M2-ні қоссақ 6-ға тең, сонда M2 тең болады. 6 азайтылған 2 4 килограмм болып шығады екен. Жауабымыз екінші дененің массасы 4 килограмм болып шықты. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 50. Массасы 10 тонна вагон 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Оны 3 метр секунд жылдамдықпен келе жатқан массасы 15 тонна вагон қуып жетеді. Егер соқтығысу серпімсіз болса, соқтығысқаннан кейінгі вагондардың жылдамдығы қандай дейді. Берілгені номері 50. M1 тең болады 10 тонна. Оның жылдамдығы 2 метр секундына. Екінші вагон 15 тонна. Және оны 3 метр секунд жылдамдықпен келе жатқан дейді. V2 3 метр секунд дейді. Енді серпімсіз соқтығысады. Соқтығысқаннан кейінгі бір-бірімен тіркесіп қозғалып кетеді ғой. Содан кейінгі V штрих қанша деп сұрап жатыр. Енді бірінші вагон бізде 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Оны 3 деген жылдамдықпен екінші вагон қуып жетеді. Енді қуып жету деген не ол? Демек, екеуі бір уақытта қозғалады. Мына жерде бізде
массасы М1 вагон оңға қарай жүріп келе жатырған. Оны мына екінші вагон, массасы 15 тонна екінші вагон, қуалап келе жатып соққан. В2 жылдамдықпен, мына жылдамдық В1. Мына екінші біріншіні қуалап жетіп соққан. Демек, екеуі бір уақытта қозғалып бара жатыр. Соққыдан кейінгі екеуінің суреті былай шығады. Екеуі ары қарай уже былай В' деген жылдамдықпен сол бағытта қозғалып кетеді екен. Енді екеуі бір бағытта қозғалғасын М1 В1 қосылған М2 В2 деп аламыз. Себебі екеуінің бағыты бірдей, тең, серпінсіз болғандықтан М1 қосу М2 көбейту тең. М1 плюс М2 В'. Енді осы жерден В' табамыз. В' тең болады М1 В1 плюс М2 В2 М1 плюс М2 бөлінген. В' тең болады. Енді мына жерде масса 10 тонна, мынау да 15 тонна. Мынау тонналар бәрібір теңдеудің оң жақ сол жағында да массалар бар. Олар бір-бірімен өлшем-өліктері қысқарады, сол үшін тоннаны ауыстырмай қояйық. Пока 10 көбейтілген В1 2 плюс М2 15 көбейтілген В2 бізде 3. М1 қосу М2 10 қосу 15. Мына жерде 10-ның 3 дәрежесі бар, мында да 10-ның 3 дәрежесі ауыстырғанмен бәрі олар соңында қысқарып кетеді. Сол үшін тоннамен алып кете береміз. Сонда 20 плюс мында 45, мында бізде 25 шығады. Үстінде 65 бөлінген 25. Ал енді біз 65-ті 25-ке бөлсек, 2,6 шықты. Метр секундына. Сонда біздің соқтығысқаннан кейінгі жылдамдығымыз 2,6-ға тең болып шығады екен дейміз. Ары қарай келесі есепке көшеміз. Келесі есебіміз номері 51. 5 метр секунд жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы 60 килограмм адам 2 метр секунд жылдамдықпен кетіп бара жатқан массасы 40 килограмм арбаны қуып жетіп, оған секіріп мінеді. Осыдан кейінгі арбаның қозғалыс жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Алдыңғы 50-ші есепке ұқсап тұр. Номері 51. Берілгені В1 бізде 5 метр секундына және массасы 60 килограмм. В2 2 метр секундына және оның массасы 40 килограмм. Енді екеуі соқтығыс, бала арбаға секіріп мініп алғаннан кейінгі арбаның жылдамдығы қандай? В'. Енді секіріп мініп алды, арбаның ішіне отырып алса, демек бізде соқтығыс серпімсіз дегенді білдіреді. Екеуі ары қарай соқтығысқаннан кейін бірге қозғалады. Демек, серпімсіз соқтығыстың формуласына сразу сала салайық. М1 В1 плюс М2 В2 тең болады М1 плюс М2 В'. Бала арбаны қуып жетіп, секіріп мініп алған. Демек, екеуі бір бағытта қозғалып келе жатыр, екеуінің импульстары қосылады. Осы жерден В' тең болады М1 В1 плюс М2 В2 М1 плюс М2. В' тең болады. М1 қосу М2 60 қосу 40 100 килограмм, 60 пен 40 қосамыз, үстінде 60 көбейтілген 5, 60-ты 5-ке көбейтеміз, 300 плюс М2 40 көбейтілген В2 2, 42-ке көбейтеміз, 80, сонда 380 үстінде, астында 100. Демек, біздің В' 3,8 метр секундқа тең болып шықты. Сонда бала секіріп мінгеннен кейін арба уже 3,8 метр секунд жылдамдықпен қозғалып кетеді екен. Ары қарай келесі есепке көшеміз. Келесі есебіміз номері 52. Массасы 10 килограмм арбаша 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Массасы 40 килограмм бала 3 метр секунд жылдамдықпен қарама-қарсы жүгіріп келіп, оған секіріп мінді. Бала мен арбашаның жылдамдығы қандай? Енді бұл 52-ші есебіміз алдыңғы 51-ші есепке қарама-қарсы. 51-ші есепте арбаны қуалап жетіп секіріп мініп алса, екінші есепте уже 52-де оған қарама-қарсы жүгіріп келіп секіріп мініп алдық. Осы есептегі жылдамдықты табайық енді. Берілгені. М1 10 килограмм, В1
2 метр секунд. Так, М2 40 килограмм, В2 так, В2 3 метр секунд. Енді бала секіріп отырып алғаннан кейінгі арбашаның жылдамдығы қандай дейді. Енді осы жерде суретін бір сызып ала саламыз ау деймін. Так, пока x8 қоймай қоя тұрайын. Мына жерде бізде арбаша келе жатыр. Так, осындай арбаша келе жатыр. Соған қарсы бізде бала жүгіріп келе жатыр. Но бізде бала былай қарай жүгіріп келе жатыр. Арбаша соған қарама жүріп келе жатыр. Енді қараймыз. Арба келе жатыр, бала соған қарсы бара жатыр. Екеуі секіріп мініп алғаннан кейін оңға қозғала ма, әлде солға қозғала ма деген сұрақты бір қарастырып алайық. Ол үшін мына арбаның импульсын тауып аламыз. Арбаның массасы 10 кг, жылдамдығы 2, сонда 10 мен 2-ні көбейтсек, арбаның импульсы 20-ға тең. Баланың массасы 40 кг, оның жылдамдығы 3 метр секунд, демек баланың импульсы бізде 120-ға тең. Баланың импульсы арбаның импульсынан көп, демек бала секіріп мініп алғаннан кейін арба баланың келе жатқан қозғалыс бағытына қарай қозғалады. Сонда бала арбаға секіріп алғасын, арба уже артқа жүріп кетеді екен, бала отырып алғасын. Себебі арбаның импульсы азырақ. Сонда біз x осін былай қойып алсақ жақсы. Міне x осін солға қаратып қойып аламыз. Бірақ енді бүйтейік. Арбаның сонда бағыты x осіне қарсы болып қалды. Міне 10 кг арба x осіне қарсы келе жатыр. Бала сол x осімен кетіп бара жатыр болып тұр. Енді отырып алғаннан кейін екеуі бірге осылай қозғалады. Мына ішінде бала секіріп отырып алған, мына аяқтары, қолдары. Так, x осін сол аяқ солға қарай. Енді біз не істейміз? M1 V1-дің алдына біз минус таңбасын қоямыз, себебі x осіне ол қарсы жүріп келе жатыр. Ол оңға жүріп келе жатыр, біз x осін уже солға сызып алдық. Бірақ бала x осінің бағытында жүгіріп бара жатыр. Сол үшін баланың импульсінің алдына біз плюс қоямыз. Тең. Так, екеуі бірге қозғалады одан ары қарай. Серпімсіз соқтығысының формуласы. Енді осы жерден V' тең болады. Так, V' табу үшін мына жақшаға бөлеміз. M1 плюс M2 алымында мынау минус M1 V1 плюс M2 V2. Негізі плюсті бірінші жазған жақсырақ, әдемірек көрінеді. M2 V2 азайту M1 V1 деп жазсақ тіпті керемет болады. Мейлі осы күйінше шығарып кете береміз. Так, M1 қосу M2 бөлімін жазалайық. 40 қосылған 10. Так, минус M1 10 көбейтілген V1 2 плюс 40 көбейтілген 3. Сонда үстінде мұна жерде 120, мұнда жерде 20, минус 20 плюс 120, ол бізде плюс 100 шығады. Так, 40 қосу 10 50, 150-ге бөлеміз 2 метр секунд. Демек, бала арбаға секіріп алғаннан кейін, арба уже артқа қарай 2 метр секунд жылдамдықпен қозғала бастайды екен. Ары қарай келесі көшеміз. Келесі есебіміз номері 53. Бір-біріне жақын тұрған 1/3 вагондарды тіркеу үшін бірінші вагонға 3 метр секунд жылдамдық береді. Тіркелгеннен кейінгі вагондардың қозғалу жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Берілгені номері 53. Так, 3 вагонның да массалары бірдей деп айтқан. Сонда М1-де, М2-де, М3-де барлығы М-ға тең бола салады. Қазір М1, М2, М3 дегенде бәрін орнына сол М-ді қоя береміз есеп шығарғанда. Және бірінші вагонға 3 метр секунд жылдамдық берген тіркеу үшін, осыдан кейін олар тіркелгеннен кейінгі бәрінің жалпы жылдамдықтары қандай деп сұрап жатыр. Енді не істейміз? Бірінші суретін сызып алайық осы есептің. X осі. Мына жерде 3 бірдей вагон тұр. Так. Так, бірінші вагон, екінші вагон, үшінші вагон. Енді екінші вагон мен үшінші вагон ол қозғалмайды, тып-тыныш тұр. Бірінші вагонға қандай да 3 метр секунд жылдамдық береді. Бұлай қарай V1 жылдамдық береміз. Сол кезде ол барыта екінші вагонмен соқтығысады. Екеуі бірге барып үшінші вагонмен соқтығысады. Ары қарай үшеуі бірге қозғалып бара жатыр мына суреттері соқтығысқаннан кейінгі. Так. Барлығы бірге V' деген жылдамдықпен қозғалады. Дейінгі сурет, кейінгі сурет. Сонда екінші мен үшіншіде импульс нөл, тек қана біріншіде ғана импульс бар. Сонда M1
v1 екінші үшіншінің импульстары нольға тең, оларды жазбай ақ қойсақ болады, тең соқтығысқаннан кейінгі үшеуі бірге қозғалып бара жатыр тіркесіп, сол үшін олардың барлығының массалары қосылады дағыны, барлығы v' жылдамдықпен қозғалады. Енді осы жерден v' тең болады, жақшаны ар жаққа бөліп жібереміз. m1 қосу m2 қосу m3 бөліміне түсіп кетеді, m1 v1 алымында. Енді осыны әдемілеп түрлендіріп жазайық. m1 дегенді сол кәдімгі m деп жаза береміз. v1 бізде 3-ке тең. 3. m1 қосу m2 қосу m3, m қосылған m. Так, тең. Сонда үстінде бізде 3m, астында мына бөлімінде m қосу m, 3m. Сонда масса 3-пен шығып, жалпы 3m қысқарады, тек 1 қалады. Сонда үшеуі де полный тіркесіп қосылғаннан кейін барлығы 1 метр секунд жылдамдықпен қозғалады екен деп айтамыз. Ары қарай келесі көшеміз. Келесі есебіміз номер 56. Өзара тіркескен екі арба 1,2 метр секунд жылдамдықпен қозғалып, 1,5 метр секунд жылдамдықпен қарсы келе жатқан арбаға соғылып тіркеледі. Соғылғаннан кейінгі арбалардың жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Арбалардың массалары бірдей дейді. Так, мұнда берілген жазуымыз керек. 56 есеп. Так, бірінші берілгенде орын кішкене тастап кете салайық. Мына жерге суреттен бастайық. Мына бізде x осі. Өзара тіркелген екі арба бар бізде. Міне. Екі арба бар. Так, осы екі арба бірге қозғалып келе жатып, соған қарама-қарсы келе жатқан үшінші арбамен соқтығысады. Так, мұнау бізде m1 болсын, мұнау бізде екінші арба m2, мұнау бізде m3 болсын. Енді есептің шарты бойынша арбалардың массалары бірдей деген. Демек, мұна бұл жерге берілген істейміз. m1 тең болады m2-ге, тең болады m3-ге, барлығының массалары просто m деп жазасақ болады екен. Ары қарай тіркескен екі арбаның жылдамдықтары бұлай қарай қозғалып бара жатқан v1 1,2-ге тең. Оған қарсы келе жатқан үшінші арбаның жылдамдығы v2 деп белгілей берейік, ол бізде 1,5 метр секундқа тең деп аламыз. Тіркескен екі арбаны бір арба ретінде қарастырамыз. Так, сонда бізде берілгенде v1 1,2 метр секунд болып шықты, v2 тең болады 1,5 метр секунд болып шығады. Енді осылардың тіркескеннен кейінгі жылдамдықтары v' табуымыз қажет. Сурет түсінікті, екі арба оңға жүріп келе жатыр, үшінші арба соған қарсы солға жүреді. Содан кейін үшеуі бірге тіркеліп, әйтеуір оңға не болмаса солға қозғалады. Оны анықтау үшін біз былай қарастырсақ болады. Мына екі арбаның массасы көп, жылдамдықтары мына үшіншінің жылдамдығы сәл-пәл ғана аз, демек мына екеуінің импульсы көбірек болу керек. Үшіншіге қарағанда, сол үшін скорее всего бұлар оңға қарай қозғалады. Так, демек v' деген жылдамдықпен қазір оңға қозғалады шығар. Егер қазір v' тапқан кезде жауап бізде плюс болып шықса, демек оңға қозғалады. Егер минус болып шықса, демек үшінші арбаның қозғалыс бағытымен солға қозғалу керек. Так, берілген жазамыз. m1 плюс m2 екеуі бірге тіркеліп келе жатырған, сол екеуінің жылдамдығы v1 минус оған қарама-қарсы m3 қозғалып келе жатқан, оның жылдамдығы v2. Так, тең болады. Енді үшеуі бірге қозғалып келе жатыр, m1 плюс m2 плюс m3 көбейтілген v' болады. Енді бұны бұлай жазбайық, сразу бұлай жазайық. m1 қосу m2, масса m-ға тең, сонда 2m болып шығады. 2m көбейтілген v1 минус m көбейтілген v2 тең болады. Үшеуі тіркесіп қосылса, 3m массалары көбейтілген v' болады. Осы жерде әр өрнекте массалар бар бұнда. Так, теңдеудің оң жақ сол жағын бәрін массаға бөліп жібереміз, сонда массалар барлығы қысқарады. Сонда бізде 2 көбейтілген v1 минус v2 тең болады 3v' шығады. Осы жерден v' тең болады 2 v1 азайтылған v2 бөлінген 3 болып жасалады. Тең 2-ні көбейтеміз, v1 бізде 1,2-ге тең минус 1,5 бөлінген 3. Так, енді осыны есептейміз. 2-ні көбейтеміз 1,2-ге, одан азайтамыз 1,5-ті, оны бөлеміз 3-ге. Сонда біздің жауабымыз 0,3 метр
секунд болып шығады екен. Ары қарай келесі көшеміз. Осы сабағымызда номері 57-ші есеппен аяқтайық. 20 метр секунд жылдамдықпен түзу сызықты қозғалып келе жатқан массасы 2 кг дене, тыныштықта тұрған массасы 3 кг денемен соқтығысады да, әрі қарай екеуі бірігіп v жылдамдықпен қозғала бастайды. Денелердің соқтығысуға дейінгі жалпы импульсы қандай деп сұрап жатыр. Берілген жазып алайық. Номері 57. V1 20 метр секундына, массасы оның m1 2 кг, және екінші дененің массасы бізде m2 3 кг тең, бірақ ол тыныштықта тұр, демек оның жылдамдығы 0-ге тең. Ары қарай соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықты біз v' деп жазып үйрендік уже. V' сол бізге v деп бере салған бұл жерде. Енді бірақ бізден не сұрап жатыр? Бізден v' сұрап жатқан жоқ. Бізден тек қана денелердің соқтығысуға дейінгі жалпы импульсы қандай деп сұрап жатыр. Сонда P1 қосылған P2 осы қаншаға тең деп сұрап жатыр. Векторлық түрде қоса салайын, өйткені бағыттас болса олар қосылады, қарама-қарсы болса азайтылады. Бірақ біреуі қозғалып екіншісі тыныш тұр. Сонда біріншісінің импульсы m1 v1, ол қанша? 2 көбейтілген 20, 40-қа тең, 40 кг көбейту метр бөлі секунд. Екіншісінің импульсы бізде m2 көбейтілген v2, 3 көбейтілген 0, оның импульсы 0-ге тең. Енді бізден сұрап жатқан, сонда мынаған келіп соқтығысады қазір. Бірақ екінші тұрған импульсы 0, бірінші келе жатқанның импульсы 40. Сонда біздің жалпы импульсымыз P1 плюс P2 40 қосу 0 тең 40 деп айта салады екен. Сонда бізде денелердің соқтығысқанға дейінгі жалпы импульсы 40-қа тең. Соқтығысқаннан кейінгісі қандай деп сұраса да, негізі 40-қа тең. Себебі бізде импульс сақталу керек. Соқтығысқанға дейін қандай болса, кейін де сондай болу керек. Сонда біздің жауабымыз уже 40 деген жауап шықты. Осымен біз сабағымызды аяқтаймыз.